Сонымен іш бұлшықеттері топографиялық орналасуына қарай үш топқа бөлінеді. Алдыңғы топ, артқы топ және бүйір топ болып жіктеледі. Енді алдыңғы топ бұлшықеттеріне, іштің алдыңғы топ бұлшықеттеріне мускулус ректус абдоминис, іштің тік бұлшықеті, және пирамида тәрізді бұлшық мускулус пирамидалис жатады. Іштің тік бұлшықеті жоғарыда 5-ші, 6-ші, 7-ші қабырғалардың шеміршектерінен және төстің семсер тәрізді өсіндісінен басталады. Сөйтті төмен қарай түседі, жұп бұлшықет әрине ортасызық бойының екі бүйірінде немесе орналасқан. Төмен қарай түскен сайын ол жіңішкере береді, де төменгі жағында туберкулум пубикумға және симфизис пубикаға бар аралығында бар бекет. Кіндіктен жоғары бұл бұлшықеттің ерекшелігі 2-ден 3-ге дейін, ал кіндіктен төмен 1-2 бұлшықет аралық сіңірлі перделер интерсекционис тендиния сөйтеді, тік бұлшықетті бірнеше осындай қараншаларға бөледі. Сондықтан осы ерекшелікті білу керек. Келесі ол мускул пирамидалис, өте кішкентай бұлшықет, сыртқы пішіні пирамидаға ұқсас болғасын солай айтылған. Енді бұл басталады, ол төменде іштің тік бұлшықетінің бекіген жерінен сәл бүйір жағынан басталады да, жоғары қарай көтеріліп, ортасызықта линия альваға барып бекиді. Жалпы іш қуысындағы бұл алдыңғы және бүйір топ бұлшықеттерінің қызметін қазір біз бірге айтатын боламыз. Жалпы бұл енді тік бұлшықетте пирамида тәрізді біріншіден іш қуысының қысымын реттеуге қатысады. Сонымен қатар ол тұрғаны иеді. Тік бұлшықет егер пунктум фиксум бұл туберкулум пубикум қасаға симфизінде болса, ол тұлғаны еді. Сонымен қатар мускул пирамидалис іштің ақсызғын линия альваны керуге де қатысады. Қазір біз олардың қызметін тағы да бүйір топ бұлшықеттерін айтып болғаннан кейін тоқталатын боламыз. Енді артқы топ бұлшықеті бұл мускулус квадрас люмборум, белдің шаршы бұлшықеті жатады. Жалпы белдің шаршы бұлшықеті екі бөлімнен тұрады. Алдыңғы бөлігі және артқы бөлігі бар. Алдыңғы бөлігі бұл мықын сүйегінің қырқасынан, дәлірек оның ішкерінен лабрум интернустан басталады. Сонымен қатар біз жамбас белдеуінің байланыстарын оқығанда оқығанбыз, лигаментум илиолюмбале, осыдан басталады. Сөйтеді жоғары қарай көтеріледі. 12-ші қабырғамен кеуде омыртқасына барып бекиді. 12-ші қабырғасын және кеуде омыртқасына тартылады. Ал артқы бөлігі ол да алдыңғы бөлік сияқты мықын қырқасынан, сүйегінің қырқасынан және лигаментум илиолюмбаледен басталады, жоғары көтеріліп, өлең бақта 1-4-ші бел омыртқалардың көлденең өсінділеріне барып бекиді. Егер мускулус квадрас люмборум бір жақты жиырылған кезде, мықын сүйегін жоғары көтерумен қатар, бұл енді 12-ші қабырғаны төмен тартады ғой. Нәтижесінде омыртқа бағанының бел бөлімінде осы бір жаққа қарай иеді. Ал екі жақ жиырылатын болса, омыртқа бағанының осы бел бөлімін артқа қарай шалқайтады. Осы қызметтер. Сонымен қатар, бұл шаршы бұлшықетте іш қуысының қысымды реттеуге қатысады. Міне, алдыңғы және артқы топ бұлшықеттерін айтып шықтық. Енді іштің күрделі бөлігі, жалпы бұлшықеттердің ішінде өте үлкен орынды алатын, ол бүйір топ бұлшықеттері. Ең бірінші беткейден тереңге қарай бастайтын болсақ, ең беткі іш қуысының бүйір бұлшықеті мускулус обликус экстернус абдоминис, іштің сыртқы қиғаш бұлшықеті жатады. Бұл бұлшықет жалпы бағыты, талшықтардың бағыты жоғарыдан төмен қарай, арттан алға қарай, сырттан ішке қарай бағытталған. Екі жақта да жақсы көрініп тұр. Бұл 8 тіше түрінде қабырғалардан, төменгі 8 қабырғадан тішеленіп басталады. Міне көріп тұрсыз. Жоғарғы 5 тішесі кеуденің алдыңғы тісті бұлшықет мускулус серратус антериордан тішеленіп басталатын болса, төменгі 3 тішесі арқаның аса жалпақ бұлшықеті мускулус латиссимус дорзидан басталады. Басталады. Сосын ол алдыға қарай жүреді. Сөйтеді, іштің алдыңғы бөлігіне айналғанда, бұл апоневрозға айналады. Апоневрозис мускулус экстернус обликус экстернус абдоминис. Бұл апоневроз төменгі жағында спина илиака антериор супериор мен туберкулум пубикумның арасына тартылып, лигаментум инguinale шап байланып. Осы жерде ол екіге айырылады. Крус медиалис и крус латералис құрайды. Крус медиалис қасаға синфизіне, ал крус латералис туберкулум пубикумға қосылады. Нәтижесінде осы жерде түзіледі шап каналының беткі сақинасы. Анулус инguinalis
суперфициалистен құрайды. Осы екеуінің арасында сөйлейтін аркус инвиналисе шап доғасы пайда болады, шап доғасы. Ал олардың арасына тартылатын талшықты фибре интеркуралис деп атайды. Және осы байламнан төменгі қарай қасаға сүйегіне қарай жүретін лигаментум лакунари тоже бар. Сондықтан осында бөлу керек. Ал оның апоневроз жоғарғы жағында іштің ақ сызығының деңгейінде, орта сызық бойында қарама қарсы жақтағы дәл сондай бұлшықтың апоневрозына қосылып, іштің ақ сызығын линия альбаны құрауға қатысады. Енді осының астында, егер осы сыртқы қиғаш бұлшықетті алатын болсақ, оның астында іштің ішкі қиғаш бұлшықеті бар. Musculus obliquus internus abdominis. Бұл жалпақ келген. Ол міне шап байламы лигаментум инвинальстың латералды 3/2 бөлігінен, мұқын сүйегінің аралық ерінен, лабрум интермедиумнен және арқа жақта фация тораколюмбалистен басталады. Оның бұлшықет талшықтары төменнен жоғары қарай, сырттан ішке қарай, көрдіңіз ба? Арттан алдыға қарай бағытталған. Яғни сыртқы қиғаш бұлшықетке керісінше. Сосын іштің алдыңғы қабырғасына шыққанда ол апоневрозға айналады. Апоневрозис musculus obliquus internus abdominis. Сосын орта сызық бойында қарама қарсы жақтағы бұлшықеттің дәл сондай апоневрозымен қосылып, іштің ақ сызығын құрауға қатысады. Осы ішкі қиғаш бұлшықет. Енді осы ішкі қиғаш бұлшықеттің астында іштің көлденең бұлшықеті бар. Мінекей musculus transversus abdominis дейді. Іштің ішкі қиғаш бұлшықеті. То есть көлденең бұлшықет. Бұл көлденең бұлшықет жалпақ келген. Бұл жалпы алғанда талшықтардың бағыты көлденең. Ол төменгі қабырғалардың шеміршектерінен, артқы жағынан алдыға қарай жүретін болса, артқы жағында жоғарыдан төменгі қабырғалардың шеміршекті бөлігінен, көкеттің қабырғалық бөлігінен, диафрагманың қабырғалық бөлігінен шешеленген бұлшықет талшықтарының аралығынан және фация тораколюмбалистен артқы жақта және шап байламының латералды 3/2 бөлігінен басталады. Сөйтіп іштің алдың қабырғасына шыққанда апоневрозға айналады. Апоневроз musculus transversus abdominis орта сызық деңгейінде қарама қарсы жақтағы дәл сондай бұлшықеттің апоневрозымен қосылып, іштің ақ сызығын линия альбаны құрайды. Міне, сөйтіп іштің бүйір топ бұлшықеттерін, жалпы барлық топ бұлшықеттерін айтып шықтық. Енді іштің алдыңғы және бүйір топ бұлшықеттері негізгі қызметі күрделі. Біріншіден, кеуде торын төмен тартып, омыртқа бағанын алға қарай иеді. Барлық бұлшықетті қызметін қосып айтатын болсақ, иеді. Сонымен қатар, тыныс алу қызметін атқарады. Тыныс алу. Сонымен қатар, іш қуысындағы қысымды реттеуге қатысады. Бұның бәрі осындай. Екіншіден, бір жақта жиылған кезде омыртқа бағанасы жиылған жағына қарай бұрылады. Үшіншіден, құрсақ сыртқы қиғаш бұлшықетті алатын болсақ, сыртқы қиғаш бұлшықетті. Ол жиылған кезде омыртқа бағанасын қарама қарсы жаққа қарай бұрамыз. Яғни бір сыртқы қиғаш бұлшықетті біз тұлғаны бұрамыз. Осы қызметте де айтып өту керек. Ал ішкі қиғаш бұлшықет жиылған кезде омыртқа бағанасы жиылған жағына қарай, жиылған жағына қарай бұрылады. Бұны да білу керек. Жалпы қазіргі таңда іштің бұлшықеттерін жалпы әдебиетте іш қысымының бұлшықеттері деп атайды. Яғни бұлар барлығы бірігіп жиналған кезде, яғни жоғарыда көкетпен бірге, диафрагмамен бірге іш қуысына белгілі бір қысым тудырады. Нәтижесінде іш қуысында орналасқан іш қуысының бұлшықеттерінің қалыпты орналасуымен қамтамасыз етеді. Сондықтан бір сөзбен айтқанда іш қысымының бұлшықеттері деп атайды. Егер іш қуысындағы осы белгілі бір қысым бар деді. Егер белгілі себептермен іш қуысында одан әрі ол қысым жоғарылайтын болса, онда іш қуысының әлсіз жерлері деген бар. Іш қуысының әлсіз жерлері арқылы жарықтардың, яғни грыжалардың пайда болуына алып келеді. Сондықтан біз видеоның сабақта іштің қуысының әлсіз жерлері туралы тоже тоқталатын боламыз. Яғни іш қуысының әлсіз жерлері дегеніміз, іш қуысындағы бұлшықет тіні жоқ, бұлшықет тінімен қорғалмаған, қамтылмаған жерлерді іш қуысының әлсіз жерлері деп айтамыз. Себебі олар эмбрионалдық дамуда солай қалыптасқан, яғни өмірге маңызды мүшелер қалыптасу кезінде бұлшықет тінінен айырылған жерлер. Сондықтан ол жерде апоневроздар,
шандырлар, шелмайлар тек терімен ғана жабылатындықтан іш қуысында қысым жоғарылаған кезде осы бөлімдер арқылы жарықтар, грыжалар пайда болады. Міне, сондықтан іш қуысының бұлшықеттерінде осы ерекшелікті